Театр сахнасында ойнау ол өнер. Ал 83 жасында 2 сағаттық қойылымда кідірмей, мүдірмей ойнап шығу ол ұлы өнер. Бүгінгі шығарылым Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Рымкеш Омархановаға арналды. Қазір байқап жүрсеңдер, екі таяғы бар, екі таяқпен жүреді. Бірақ сахнаға келген кезде екі таяқ тастайды, арқаланады, шабыт бітеді. Сонымен 2,5 сағат бұл кісі таяқсыз жүреді сахнада. Мұны естіп алған мен актрисаның сахнада әр басқан қадамын санап отырдым. 1, 2, 3, көрермен үшін тағы бірнеше қадам. 9, 10. Көрерменсіз өмір сүре алмаймын. Менің бар нем сахна. Сахнада мысалы бір сөзін айтып қойса, не біреу нетем жынданып кете жаздаймын. Дұрыс айтпаса, шыққаннан кейін сыбағасын берем. Қайтып? Айтам ғой, мұны рөлін оқи алмасаң, жатай алмасаң, немересін жүрсің сахнада дейді. Ұжымда бәрі білетін Рымкеш апаның бір ереже, қағидасы бар ма? Енді бәрі коллективтің бәрі білетін, ол кісіде дачасы бар. Сол бірдеме болса, дачада барып біздің жігіттер, жастар барып көмектесіп тұрады, сол дачасына өте жақсы көреді. Ана таза ауада жүргенді, жерде жүргенді жақсы көреді. Сол арқылы Рымкеш апаны бәрі еркелетеміз. Сол жердің жемісін жейтін шығарсыздар онда? Әрине, бөліп береді, картопиясында, қиярында бәрін. Анамыз сияқты ғой, анамыз. Дәл осы спектакльде де ол ана. Кешіккен ұлын әр кеште күтіп, кең жүрегімен кешірген ана. Түсінгендеріңіздей қойылымның аты Кеш. Қартайғанда ақылынан алжасын де. Құдаймен сөйлесу керек. Құдай тағаламен, ал сен болсаң кімге сөйлеп жүрген өзің де білмейсің. Және де біздің Рымкеш апаға өзінің тағдырдан жақын образы. Өйткені Рымкеш апамыз мен түйдей жаста ұлынан айырылған. 25 жасар ұлынан айырылған екен. Жалғыздықты не екенін естіп емес, өзінің жүрегімен сезіп өмір сүріп жүрген адам ғой, жалғыздықтың не екенін. Онысы спектакльде қалай көрінеді, білесіз бе? Бұл ана күтудің өзін бақытқа теңейді. Берілмейді. Көздегі үмітті қараңыз. Қайта келмесін білгеннен көрі, келеді деп елеңдеу, әрине қуаныш. Ауырып тұрып сахнада рөл ойнап шыққан кезіңіз болды ғой? 37-38 берен шықты сахнада болды. Олар ойнағаным болды. Басым айналып тұрады, сонда күлетін жерде күліп, ән айтатын жерде әнімді айтып, білдірмеймін. Бүгін де білдірген жоқ. Күлу керек жерде күлді. Біреулер мұны жанкештілік дейді, біреулер өмірді өнерге айырбастау дейді. Кейбіреу халықтан биік болмаудың не екенін түсінеді. Құрмет орденін алдым. Оны биыл тағы да ұсынамыз деген екен, керек жоқ деген. Түкке де керегі жоқ. Орденді қайтам құр темірлер жатыр, толып жатыр. Сахнаға бір шығып кетсем сол жетеді ма? Бұл арман жартылай орындалды. Неге жартылай дейсіз бе? Бірінші рет қошемет, құрметтемеудің де белгісі бола алды. Өмір сүрдік, азап шектік, күлдік, ұзадық. Қуандық аға еңіреп жыладым, білесіз бе? Бірінші спектакльдің мән мағынасы үшін, екінші оны түсінетін баланың аздығына. Мына жерде Рымкеш апаның қалай толқып, қорқып, кәдімгідей үлкен жауапкершілікті арқалап шыққанын білем. Оны бағалап жатқан көрермен. Олар қайдан білсін, ол актрисаның 83-ке келіп, қалт-құлт етіп әрең ойнап жүрген. Бір жастау актриса грим салып ойнап жүр ғой деп ойлап отыр ғой. Енді бала ғой,
осылай тәрбиелейміз. Дегенмен де қайда келе жатқанын ұстаздары түсіндірсе екен, аз кем сабақ өтсе екен деген ниет, тілек. Негізінде мен бұны қате деп санаймын, бірақ та қазіргі уақытта информацион ақпараттық толқын осы адамға өзінің күнделікті өмірде өмір сүру үшін көбінесе осы гаджеттарды қолдану керек болады. Сондықтан да мүмкін олар сол себептен гаджеттарды уақытымен қолданып отырған шығар. Театрға барушыға құлақ қағыз. Бұл жерде сізге арнап пьеса жазылады. Сіз көретін үй салынып, құдық қазылады. Сіз тыңдайтын музыка жазылады. Сізді ұйықтатып алмас үшін актерлердің ұйқысыз түндері өтеді. Соңында 80-нен асқан әжей сізге бас иет. Бұның бәріне лайықты көрермен болу оңай емес. Дегенмен тырысып көрелік.